Банкрот деп жарияланған борышкер 5 жыл бойы несие ала алмайды, ал оның банк алдындағы қарызы толығымен кешіріледі. Бүгін мәжіліс азаматтардың төлем қабілетін қалпына келтіру және банкроттығы туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. 4,9 миллион теңгеден асатын қарыз бойынша азаматтар сот банкроттығына жүгіне алады. Бұл жағдайда борышкерлердің мүлкі сатылады. Түскен қаржы белгіленген кезекпен кредиторлар алдындағы қарыздарды өтеуге жұмсалады. Егер жалғыз тұрғын үй кепіл болса, онда оны соттың банкроттық рәсімі кезінде алуға құқылы. Жалғыз баспана кепіл болмаса, оны талап ете алмайды. Үшінші рәсім төлем қабілеттілігін қалпына келтіру. Яғни тұрақты табыс болса, қарызды өтеу үшін сот тәртібімен бөліп төлеу жоспарын алу мүмкіндігі қарастырылады. Қалпына келтіру жоспары қаржы басқарушыларымен бірлесіп әзірленеді. Сотпен бекітіледі. Азаматтар 7 жылдан кейін ғана банкроттыққа қайта жүгіне алады. Егер 1 жылдың көлемінде егер төлей алмай жүрсе, ол 300 мың болуы мүмкін, ол 500 мың болуы мүмкін. Төлей алмай жүрсе, оны жаңа айттық, соттан тыс банкроттыққа өзіне бере алады. Бірақ ол ойлану керек қой, 200 мың теңге үшін өзін-өзі банкрот деп жариялаудың қандай жақсылығы бар оның артында. Оны да ойлану керек салдарын, себебі жаңағыдай шектеулер болатын болса, оған керісінше сол мүмкіндігінше жауып, соны ары қарай кредит алмайтындай жағдайда болу. Борышкерді банкрот деп жариялаудың 3 түрі енгізілмек. Бірінші рәсім соттан тыс жүзеге асады. Оған азаматтар тиісті шарттар бойынша өтініш береді. Банктер, микроқаржылық ұйымдар мен коллекторлар алдындағы берешек 4,9 миллион теңгеден аспауы тиіс. Азаматтың тұрақты кірісі жоқ немесе табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен, яғни 36 мың 18 теңгеден аз болмауы шарт.